Сабақта біз кесте құрумен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін меню қатарындағы создание бөліміне кіріп, кесте құрудың жолын көрсететін боламыз. Жалпы кесте құрудың бізде екі жолы бар. Таблица, яғни бірлет басу, және конструктор таблицамен кесте құруға болады. Конструктор таблицамен кесте құру үшін конструктор таблица батырмасын бірлет басамыз. Басқан кезде бізге құрылу керек таблицаның ең бірінші өрістерінің аттарын жазып шығуымыз керек. Өрістердің типін анықтайтын боламыз. Мәліметтер типін анықтайтын боламыз. Ең бірінші өрістің аты бізде код алушы. Яғни мен автомашина сатып алайын деп жатырмын. Бұл жерде бірінші таблица, яғни машинаны алушы туралы болады. Екінші таблица сол автокөлік туралы болады, яғни түсі қандай, құны қандай, және үшінші кесте менің сол машинаны шығаратын завод туралы болатын болады. Ең бірінші код алушы, яғни алушы туралы ақпараттарды беретін боламыз. Мәліметтер типіне, яғни длинный тексті немесе қысқа мәтіннің біреуін таңдасақ болады. Келесі фамилия, яғни алушының фамилиясын жазуымыз керек. О да бізде короткий текст бола берсін. Келесі аты да солай. Келесі әкесінің аты. Осылай мәліметтерді, яғни өрістерге мәліметтерді толықтырып аламыз. Бізде мекен жайы, ол бізде короткий текст бола берсін. Келесі телефон. Сандық. Право алу күні, яғни дата и время, яғни қай күні алынғандығын жазатын боламыз. Біз өрістің аттарын және соған сәйкес мәліметтер типін анықтадық. Енді таблицамызды сақтаймыз. Яғни сақтаған кезде біз таблицаның атын береміз. Авто есі деп берейік. Окей батырмасын басамыз. Бізден ключевой полені құруымыз керек па деп сұрап жатыр. Да дейміз. Ключевой поле керек. Бізде ключевой поле дейміз, яғни кілттік сөз. Алдағы уақытта бірнеше кестені бір-бірімен байланыстыру үшін бізге кілттік сөз қажет болады. Қай сөзге кілттік сөзді қоясың, сол сөз арқылы келесі кестені біз байланыстырамыз. Бірақ дәл осы сөз сол байланыстыратын кестемізде болуы керек. Кестені құру үшін конструктор таблица батырмасын басып, авто кестесін құрамыз. Ол үшін код авто деп жазып аламыз. Ең бірінші өрісімізге және короткий текст таңдаймыз. Мәліметтер типіне номерге числовой таңдаймыз, яғни автомыздың номерін сандық типте таңдаймыз. Маркасын текстовый қылып аламыз, және түсінде короткий текст, құны денежный болады, яғни ақшалай болады. Денежный тип таңдаймыз. Келесі шыққан жылы, яғни машина қай жылы шықты. Ол бізде дата и время болады. Одан кейін код завод, яғни заводтың коды. Ол бізде числовой болады. Келесі код алушы, яғни алушының коды. Бұл да бізде числовой болады, яғни сандық. Келесі сатып алынған күні. Қай күні сатып алынды? Сатып алынған күні. Ол бізде дата и время болады. Осылай жасап болғаннан кейін енді біз
ключевой словоны қоюымыз керек, кілттік сөзді. Ол сөзді бізде код зауытқа қоямыз. Ол үшін сол сөзді, сол өрісті ерекшелеп алып, тышқанның оң жағын басып, ключевое поле батырмасын басамыз. Қойылды, енді X батырмасын басып, таблицаны сақтап, және атау береміз. Авто. Осылай екінші кестемізді де құрып алдық. Бізден енді үшінші кесте қалды. Тағы да меню қатарынан создание батырмасын басып, конструктор таблица өтіп, және яғни өрістердің атауын беретін боламыз. Келесі өріс атауы бізде код зауыт числовой болады, яғни сандық типте. Келесі зауыт аты, ол бізде текстовой. Келесі бізде қала, яғни қай қаладан өндіріледі. Қала текстовой болады. Директор аты жөні, бұл да текстовый болады. Келесі авто шығу саны, яғни осы машина неше количествода шығады. Бұл бізде числовой болады. Типін числовой болып таңдап аламыз. Осылай жасап болғаннан кейін бұл жерде код зауытты ключевое полеге қоямыз. Осы өріс арқылы бізде байланыс орнататын боламыз. X батырмасын басып, сохранить етіп, және оның атауын зауыт деп сақтайтын боламыз. Осылай кестелерімізді құрып алдық.